Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай майшамды жасайтын боламыз. Ең бірінші осы майшамның қалай жанатынын сіздерге көрсеткім келіп тұр. Міне қыздар, деревянный фитильмен жасалған майшам осылай жанатын болады. Олай болса, керекті заттармен таныстырайын. Бұл бізде контейнерный воск, кокосовый воск деп аталады. Төменде сіздерге барлығының ссылкасын беретін боламын. Келесі, бұл осында воскты ерітетін ыдысымыз. Осындай стаканға құятын боламыз майшамымызды. Сіздерде крышка мен без крышка болса да болады. Бұл бізде контейнерный свечи деп аталады. Оған осындай двусторонний скотч қажет болады. Одан соң ішіне осындай деревянный фитильдер салған болатынмын. Фитильдердің түрлері өте көп. Надписпен, без надпис, қалың, ұзын, түрлері әртүрлі. Және осындай держательдер болады. Ағаш фитильдерге арналған держательдер. Бұл фитиль кесетін қайшымыз. Воскымызды өлшеу үшін таразы. Және градусын анықтау үшін осындай термосты қолданатын боламыз. Қалауыңызға қарай арама масло қоссаңыз болады. Ысыту үшін осындай плитканы қолданатын боламын. Және аяққа осындай су алып аласыздар. Осы водяной баняда ерітетін боламыз. Формовый восктан жасалған гүлдер және сухоцветті қолданатын боламыз. Енді қыздар, біз таразымызды алып, воскымызды өлшейтін боламыз. Ең бірінші ыдысымызды нөлге қойып аламыз. Одан кейін воскты салатын боламыз. Біз бұнда 153 грамм алған болатынбыз. Сіздер стакандарыңызға қарайсыздар, қыздар. Менікінде стакан болса, онда сіздерге 153 жеткілікті болады. Себебі бізде бетінде крышкасы бар. Стаканның толық бетіне шейін құймаймыз. Енді воскымыз ерігенше біз фитилімізді дайындап аламыз. Осымен градусын анықтап отыратын боламыз. Ең бірінші қыздар, біз стаканымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін біздер фитильді орналастырып аламыз. Біздерде фитильдің түрлері көп. Осындай егер қыздар надписпен фитильді қолданатын болсаңыздар, ең бірінші астынан кесіп аламыз. Себебі фитильді держательмен бірге
орналастырған кезде сіздің фитильдеріңіз жоғары қарай шығып кететін болады. Содан кейін крышка жабылмай қалады, немесе оты қатты болады. Слишком көп шығарғаны дұрыс емес. Сондықтан ең бірінші өлшеп аласыздар. Осындай надписпен фитильдеріңіз болса. Осы жерге шейін бүгін құятын боламыз біз свечимізді. Сондықтан солай кесіп аласыздар. Енді қыздар, мен бұл фитильді қолданбаймын. Мен осындай дайын фитильді қолданатын болам. Бұл да деревянный фитиль. Бұның бір жақсысы ішінде 13 штук болады. Бағасы да жақсы. Бұны мен 500 теңгеге алған болатынмын. Ал надписі бар фитильдер 390, 400, немесе 600 теңгеден тұрады. Міне мен фитилім дәл келді. Енді астына осындай двухсторонный скотчпен орнататын боламыз. Бұны осындай свечи сататын жерлерде бар. Немесе сіздерде болмаса, кәдімгі базарда сататын двухсторонный скотчты осылай дөңгелек немесе төрт бұрышты қылып қиып алсаңыздар болады. Бірінші бір жағы ашық жағын жабыстырып аламыз. Держателіміздің астына. Одан кейін мен екінші жағын ашып, содан кейін барып стаканның қақ ортасын тауып алып, бір орнатқан болатынмын. Орнатқанда қыздар мұқият болыңыздар. Өйткені дәл ортасын таппасаңыздар, фитильдеріңіз солай жабысып қалатын болады. Двухсторонный скотч жылдамырақ жабысып қалады. Мен осылай орнатқан болатынмын. Бізде енді стаканымыз дайын. Біз енді воскқа көшетін боламыз. Қыздар, енді воскымызды осылай араластырып ерітетін боламыз. Және градусын қарап тұратын боламыз. Бізде воск 70-75 градусқа шейін еру қажет. Сіздерге осылай восктың қалай ерігенін көрсеткім келді. Жылдам араластырып қойсам да, сіздерге қалай ерітетінін анық түсіргім келді видеомда. Осылай әр араластырған сайын градусын қарап тұрамыз. Градусы 70-тен асқан кезде 75-ке шейін барса да болады. Біз водяной банядан алатын боламыз. Міне менде 72-де 8 болған болатын. Содан кейін водяной банядан алдым. Енді қыздар, бізге бұны градусы түскені керек. Мен бүгін краситель қолданбаймын. Тек қана аромамаслы қосатын боламын. Сондықтан градусы түскенге шейін күтетін боламыз. Бізде градус 60-65 градусқа шейін түсуі қажет. Содан кейін барып, біз аромамаслымызды қосатын боламыз. Қыздар, бізде воск российский. Сіздерге российский алуды кеңес беремін. Китайский алмаңыздар, қыздар. Себебі китайскийдің беті тегіс қатпайды. Содан соң сіздердің жұмыстарыңыз дұрыс шықпайды. Дұрыс шықпаған соң сіздер кінәні өздеріңізден іздейтін боласыздар. Ол сіздердің кінәларыңыз емес. Ол восктың сондай шамалы болғандықтан.
Сондықтан мен берген магазиндерден алсаңыздар болады. Қыздар, мен японский вишня деген ароматты қосқан болатынмын. Ароматтар неше түрлі, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша алып қоссаңыздар болады. Мен ароматты 60-65 градусқа түскен кезінде қосқан болатынмын және мұқият араластырдым. Енді стаканға құятын градусымыз 50-55 градус. 55 градусқа түскен кезде мен воскымды құятын боламын. Тағы бір ақпарат айтып кетейін, қыздар, осы жерде. Біз ароматты қосқан кезде оның 8-12% қосамыз, алған воскымыздың процентінен. Соны ұмытпаңыздар. Және мен қолданып жатқан воск кокосовый воск для контейнерной свечи деп аталады. Қыздар, мен процентіне қарай бермеймін, өзім қалағанша қосамын, иісіне қарай қосатын боламын мен. Сіздер процентіне қарап қоссаңыздар болады, немесе өздеріңіз қалағандай мөлшерде қоссаңыздар болады. Міне қыздар, воскымызды осылай ортасынан бастап құямыз, себебі жанынан бастап құйсаңыздар стакандарыңызды бүлдіріп аласыздар. Осылай мұқият барлығын құйып болған соң біз стаканымызды қозғамаймыз, өйткені тегіс жерде тұрып қатқаны жақсы. Қыздар, енді фитильдің түрлері көп. Деревянный фитиль және жіптен жасалған фитильдер бар. Оның қалың түрлері, жұқа түрлері бар. Бәрін эксперимент жасап, өздеріңіз ішінен ең жақсысын таңдасаңыздар болады. Маған ағаш фитильдің жанған дауысы ұнайды, сондықтан өзім ағаш фитильді қолданамын. Осындай контейнерный свечеге осындай деревянный фитильдерді қолданған өзіме қатты ұнайды. Енді бізге бұл свечи енді келіп жатыр, қыздар, Қазақстанға. Бұл шетелде бұрын дамып кеткен. Бұл заттардың барлығы бізге Россиядан, Қытайдан, Америкадан, тағы да басқа елдерден келеді. Сондықтан осы бизнесті сіз бастап табысқа жетуіңізге болады. Менің басты ниетім, мақсатым осындай платный курстарды сіздерге бесплатно үйрету. Сондықтан мені қолдай отырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, қатты қуанатын боламын. Осындай воскымыз қатқан кезде пинцеттің көмегімен біз бетін сәндейтін боламыз. Осындай сухоцветті қолдансаңыздар болады, немесе осындай формулы восктан жасалған гүлдерді қолдансаңыздар болады. Бүгін мен осы гүлді қолданатын боламын. Бұның сабағын төменде ссылкада тастап кететін боламын. Бұның жасалу жолы менің каналымда бар. Ссылкадан өтіп көрсеңіздер болады. Енді қалаған түсімізді таңдап аламыз. Бірнеше түстерді араластыруға да болады. Бірақ еріген кезде воскыңыздың беті неше түрлі түске боялып кететін болады. Сондықтан мен екі түсті қолдануды жөн көрдім. Ең бірінші жасыл түсті алған болатынмын. Тек жасыл түстермен сәндеймін деп ойлағанмын. Одан кейін неше түрлі түсті қолданғым келді. Қасына бір түсті қосқым келді. Сондықтан осындай розовый түсті қолдандым, қыздар. Енді бетін сәндеу бұл әрбір адамның өзінің фантазиясына байланысты. Жемістерді, апельсинді қосқан ароматыңызға байланысты сондай сіздерде болса заттар, сонымен де сәндесеңіздер болады. Егер қыздар сіздер сухоцветті қоятын болсаңыздар, фитильге жақын қоймаймыз. Өйткені фитиль жанған кезде олар өртеніп кетуі мүмкін. Сондықтан
гүлдерді алшақ қоятын боламыз фитилден. Біздерде бұлар да восктан жасалғандықтан фитил еріген кезде гүлдеріміз де бірге еритін болады. Қыздар, енді менің каналым бір бағытта емес, бірнеше бағыттағы заттарды үйретемін. Сондықтан маған комментарияда қандай заттарды үйренгіңіз келеді, сол жайлы жазып кетсеңіздер болады. Маған идея қоса отырыңыздар. Сіздердің берген идеяларыңыз бойынша мен сол заттарды үйреніп, өзі мастер-класстарын алып оқып, сіздерге тегін үйрететін боламын. Міне қыздар, гүлді мен осылай қоюды шештім. Кішкене кепкеннен кейін фитилін осылай қиған болатынмын. Енді қыздар, біздің майшамымыз кепкенге шейін фитилді көп қозғамаңыздар, өйткені қозғалып кетуі мүмкін. Толық қатқаннан кейін ғана кессеңіздер болады. Қыздар, сіздерде бұндай қайшы болмаса, брусочкамен кессеңіздер болады. Міне қыздар, біздің майшамыз осылайша дайын болды. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар қыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі көріскенше.